Сәлем достар, сіздермен бүгін жанға араласқан шоколадты пирог дайындайтын боламыз. Алдымен сұйық майға 2 жұмыртқа салып, оның үстіне 100 мл сүтті құямыз және 80 мл сұйық май құямыз. Үлкен қасықпен 4 қасық құмшекер саламыз. Үлкен қасықпен 1 қасық қамыр көпірткіш саламыз және 1 қасық ванилин саламыз. Содан соң миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң 2 үлкен қасық какаоны елекке салып, електен өткізіп аламыз. Содан соң тағы да миксерлеп аламыз. Бір келкі етіп миксерлеп болған соң 50 грамм жаңғақты салып, үстіне 220 грамм ұнды електен өткізіп, тағы да жақсылап бір келкі етіп миксерлеп аламыз. Дайын болған соң табаға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыз піскенше бетіндегі шоколадын дайындайтын боламыз. Оған бізге ерітілген сары май мен ерітілген шоколадты араластырып, дайын болған пирогтың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Бір келкі етіп жағып болды. Міне пирогымыз да дайын болды. Лайк, подпискамен қолдап отырыңыздар рас болсын.